Сәлем достар. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін бізде ойынның аты мына коробкадағыдай я немесе жоқ деп аталады. Бізде бүгін ойыншылар Жасмин және де Сұлтанкерей. Ойынның шарттарын айта кетейін. Мына коробка тұр, бізде коробканың ішіне тәтті нәрселер және де тәтті емес, жаман нәрселерді салатын боламыз. Кезек-кезек ойыншыларымыз таңдайтын болады. Қазір ойынның барысында көріп түсінесіздер. Ал дайынсыңдар ма? Бастаймыз ба? Ал достар, мына коробкаға мен мынадай заттарды салып қойдым. Енді кім бастайды? Шешіп алайық. Жоқ, давай, Сулифа. Сұлтанкерей бастайды екен. Ойында тоқтай тұрыңдар. Кімде тәттілер көп болады, сол жеңді деген сөз. Соңында қорытынды жасайтын боламыз. Ал таңда Сұлтанкерей, я немесе жоқ? Я? Точно? Я? Бұл жерде не екен бізде? Какао, фундучная паста. Ал Жасминге жұмыртқа. Екінші затты міне салып қойдым. Енді Жасминнің кезегі. Жасмин қайсын таңдайсың? Я немесе жоқ? Я? Я таңдайсың ба? Жасминге бізде Несквик. Сұлтанкерейде Закрама деген май. Сармаймен. Сармай жейсің. Ал достар, үшінші затты мен салып қойдым. Мінеки осындай заттар. Енді Сұлтанкерейдің кезегі. Ал таңда Сұлтанкерей. Я? Мармелад. Бізге Жасминге өкінішке орай пияз. Достар, мінеки төртінші затты салып қойдым. Мына жерде ешкімге обидно болмасын, реніш болмасын деп екі затты салдым. Жақсы заттан салдым. Кімнің кезегі келді? Төртінші зат бұл, кімнің кезегі? Қайсын таңдайсың? Я немесе жоқ? Я? Несквик. Ал Сұлтанкерейге бізде мынандай семечки. Ал достар, бізде мына енді бесінші затты салып қойдым. Бесінші кезең. Біреуі бос, тек біреуіне ғана салдым. Енді кімнің таңдайтын кезеңі? Сұлтанкерейдің кезегі. Қайсын таңдайсың? Я немесе жоқ? Жоқ? Точно? Точно ма? Жоқ. Жасминге ештеңе жоқ. Достар, бізде енді міне 6-шы кезеңге өттік. Заттарын салып қойдым. Мінеки мынандай заттар. Бізде енді кімнің кезегі? Сұлтанкерейдің кезегі таңдайтын. Сенің кезең ба? Жасминнің кезегі ғой. Жасмин таңда ал сен. Я немесе жоқ? Я? Ура! Молодец, Жасминге. Орео. Сұлтанкерейге бізде булканнан сармай ғана шығарып. Достар, міне 7-ші кезеңге заттарын салып қойдым. Мінеки мынандай заттар. Енді Сұлтанкерейдің таңдайтын кезегі. Ал не таңдайсың, Сұлтанкерей? Жоқ? Ой, молодец. Мынау Сұлтанкерей болса. Енді менің кезегім. Жасминге? Жейсің. Ал достар, міне 8-ші кезең заттарын салып қойдым. Бұл жерде екі түрлі сусын бар. Кім қандай сусын таңдар екен көрейік. Кімнің кезегі? Жасмин, сенің кезегі? Ал таңда қайсың? Жоқ? Точно? Бізде Жасминге Кока-кола. Ал Сұлтанкерейге Макси чай. Ал достар, біз 9-шы кезеңге келдік. Бұл соңғы кезең. Мынадай заттар салып қойдым ішіне. Кімге қандай зат түседі екен? Екі заттан салдым. Менде 8. Ал таңда кімнің таңдайтын кезегі келді? Сұлтанкерей таңдай ғой. Я немесе жоқ? Қайсын таңдайсың? Я?
Сұлтангерейге. Растишка мен Киндер Пингвин. Ал Жасминге Сникерс пен Чупа-чупс. Ал достар, енді қорытындысын жасайық. Кімде қанша тәтті зат шықты екен көреміз, кім жеңген. Жасминде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жасминде 6 тәтті затты бар. Ал Сұлтангерейде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Жетеу ма? И ар жағында 8, 8 бар? Сонымен Сұлтангерейде 8, Жасминде 6. Жеңімпаз бізде Сұлтангерей. Достар, кімнің заттары көбірек ұнады, комментарийға жаза кеттіңіздер. Мынау Сұлтангерейдің заттары, ал мына жерде Жасминнің заттары. Видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Алда қызықты видеолар болады. Барлықтарына сау болыңдар. Пока-пока. Ура! Пока-пока!